Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағы 3-ші сынып. Жанды табиғат бөлімі. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы мәтін. Бұл сабақта сен мәтін бойынша қойылған сұрақтарға жауап беруге, мәтінде жалпы не туралы айтылған түсінуге, сауатты көркем жазуға, дағдылануға үйренетін боласың. Дайын болсаңыздар, әрі қарай менімен бірге жалғастырайық. Ең алдымен қызығушылықты ояту үшін мына суретке назар аударыңыздар. Бос төргестерге әріптерді сан ретімен орналастырып, мәтіннің тақырыбын табыңыздар. Осы тапсырманы орындау арқылы келесі біз оқитын мәтіннің тақырыбын анықтайтын боламыз. Олай болса, сәттілік, бастайық балалар. Әрине, бірінші Т, О, Р, Г және соңғы екі әріпті табайық. Бұл тапсырманы орындау қиын болмады деген ойдамын. Олай болса, жауабымды тексерейік. Жарайсың, тамаша балалар. Бұл жерде жазылған сөз торғай. Олай болса, келесі торғай мәтініне назар аударайық. Ерте тұрған Омар атай бақшаны аралап келе жатты. Ол жусанның ығына бүрісіп отырған бір торғайды көрді. Өзіне әбден жаңбыр өткен. Торғай Омар атайға жасқана қарады. Әрі тоңған, әрі қорыққан кішкене құс қалшылдап тұр. Омар атай торғайдың үйіне әкелді. Алдына ыдысқа салып жем әкеп қойды. Торғай жемді жемеді. Атай оның себебін сезіп сыртқа шығып кетті. Сәлден кейін терезеден сығаласа, торғай жемді жеп жатыр екен. Үсті де кеуіпті. Ал кәнекей балалар, мәтін түсінікті болса, бұл мәтіннің қай түріне жататынын анықтап көрейік. Баяндау, пайымдау, сипаттау, әңгімелеу мәтіні. Ал кәнекей, ойланыңыздар. Тамаша балалар, жауаптарымыз дайын болса, тексерейік. Әрине, бұл жерде бұл мәтіннің түрі әңгімелеу мәтініне жатады. Тамаша, әрі қарай жалғастырайық. Осы мәтінге сәйкес бірнеше сұрақтарға жауап беріп көрейік. Бақшаны кім аралап келе жатты? Ойланайық. Әрине, ерте тұрған Омар атай бақшаны аралап келе жатты. Ол нені көрді? Әрине балалар, ол жусанның ығына бүрісіп отырған бір торғайды көрді. Оқиға жылдың қай мезгілінде болған деп ойлайсың? Оны неден байқадың? Оқиға жылдың күз мезгілінде болған. Тамаша. Балалар, 16-шы жаттығуға назар аударайық. Бұл жерде берілген тыйым сөздерді көшіріп жазамыз. Жазу барысында әдемі, сауатты, көркем жазуға тырысайық. Бірінші тыйым сөз. Ауыл жанындағы суда жүзіп жүрген құсты атуға болмайды. Балапан шығарған құсты атпайды. Тамаша, жақсылап көшіріп жазып алайық. Бұл ертегі бойынша балалар ертегінің реттіліктерін анықтайық. Негізгі бөлімі. Бастапқы және соңғы бөлігін цифр мен мәтінге көрсетіңіздер.
Жауаптарыңыз дайын болса, менің дұрыс жауабымен тексеріңіздер. Қоян. Бастапқы бөлігі. Қоян күндегі әдеті бойынша ініне қашып кіреді. Әркім қуа бергеніне қорланып, ол қатты ыза болады. Бұл кіріспе бөлім болатын балалар. Негізгі бөлім. Мен көрінген нәрседен сескенем. Бүйтіп әркімнен бір қорқып жүргенше тезірек аулаққа кетіп қалайын деп тұра кеп жөнеледі. Су бойына жайылып жатқан қойлар қастарынан зымырап өте шыққан қояннан үркіп, тас талқан болып қашады. Сонда қоян ойланып, менен де қорқатын хайуанаттар бар екен ау деп көңілі орнына түседі. Кетпей қайтадан ініне оралады. Осы ертегіге сәйкес келетін үш мақалдың біреуін таңдайық. Сақтықта қорлық жоқ, қорыққанға қос көрінер, жақсы сөз жарым ырыс. Қайсы мәтіннің негізгі ойы бола алады? Ойланып көрейік. Әрине балалар, қорыққанға қос көрінер. Тамаша. Жарайсыздар оқушылар. Бүгінгі берілген барлық тапсырмаларды тамаша орындап шықтыңыздар деген ойдамын. Бүгінгі сабақта сен мәтін бойынша қойылған сұрақтарға жауап бердің. Мәтінде жалпы не туралы айтылғанын түсіндің. Сауатты көркем жазуға, дағдылануға үйрендің. Сіздермен бірге болған Салтанат Сәбитқызы. Келесі кездескенше сау болыңыздар.